Айжан бүгін үйде жалғыз қалды. Анасы жұмыста, ол үйге кеш келді. Кеш батты, анасы жұмыстан үйге келді. Қыз далаға шықты, 2 алмұрт бар. Қызым, не ұстап тұрсың? Алмұрт. Маған бір алмұрт берші. Қызы 2 алмұртты да тістеді. Оған анасы ренжіді. Үйге кірді. Сонда қызы тоқта, анашым, бұл саған деді. Бір алмұртты берді. Анасы қуанды. Алмұртты алды. Олар алмұртты бірге жеді. Біраздан кейін анасы Айжанды шақырды. Сөйлескісі келді. Қызым, жаңа неге олай жасадың? Қалай, анашым? Алмұртты неге бірден бермедің? Тәтті алмұрт сізге бергім келді. Сондықтан 2 алмұртты да тістедім. Дәмін көргім келді. Анасы Айжанды қатты құшақтады. Оған риза болды да. Енді түсіндім. Менің қызым қандай ақылды. Сені жақсы көремін. Келесі күні олар саябаққа барды. Бірге қыдырды. Әдемі гүлдер көрді. Саябақта құстар ән айтты. Түйелер ағаштан ағашқа секіріп жүрді. Анасы Айжанға балмұзды алып берді. Ойыншық алып берді. Айжан қуанды да, анашым, бұның бәрі не үшін? Кеше сен жақсы іс жасадың. Мені риза қылдың. Мен сенімен мақтанамын.